Бәріңізге сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл жолы осындай қысқа арналған баклажаннан өте дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен керек заттарын дайындап аламыз. Осылай видеода көрсетілгендей турап аламыз. Мына жерде пиязым ғана түспей қалыпты. Оны кубиктап турап аламыз пиязды. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін осы пиязымызды бірінші қуырып аламыз. Тұз сеуіп, 1-2 минут қуырып аламыз. Қақпағын жауып, 2 минут өткеннен кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салғаннан кейін 15 минут қақпағын жауып қуырамыз. 15 минуттан кейін үстіне помидорымызды саламыз. Сразу баклажанымызды саламыз. Сөйтіп, кішкене ғана араластырамыз, помидорымыз езіліп кетпейтіндей. Үстіне тұз сеуіп, кішкене бір қақпағын жауып, 5 минут тоже қуырып аламыз. Содан кейін барып үстіне болгар бұрышымызды саламыз. Тұз себеміз, тағы да кішкене сарымсағымызды саламыз. Ащы бұрышымыздың бас жақтарын кесіп саламыз, чтобы ащысы шығу үшін. И укроп петрушкамызды да саламыз. Енді осының қақпағын жауып, баяу отта барлық 40-50 минуттай қайнатамыз. Арасында тек бір рет қана ашып, 10 минут өткеннен кейін осылай бір араластырасыздар. Одан кейін араластырудың қажеті жоқ, өйткені помидор езіліп кетеді. Тек дайын болғанға қарай 1 чайный ложка уксус құйсаңыздар болады. Содан кейін барып, стерильденген банкіге салып жауып тастайсыздар. Міне салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецепт бойынша. Өйткені өзіме қатты ұнады, дәмі де керемет болатын салаттардың бірі.